Ал енді құрметті өнерсүйер қауым, бүгінгі әніміз енді мына көшпенділердің әні ғой. Кезінде мына Совет өкіметі құлаған кезде қаншама қазақ ауылдан қалаға қарай көшті. Сол кездегі жаңағы бір жездеміздің Айрылыспақ дейді. Соны видеоға түсіріп жаңағы сақтаған ғой. Соны біз көріп, сол видеодан туған ән осы. Көшіп барам мен бүгін ауылымнан деген ән. Соны сіздердің құрметтеріңізге орындайық деп тұрмыз. Иә, Сәке. Иә, мен енді бір әзіл айтып жүрейін, бір анекдот. Бір 5 бала дейді бір отбасыда. Сол бір баласы шетелге көшіп кетті дейді. Одан кейін үйленіпті анда. Одан кейін енді келіншегі босаныпты, сол шешесіне хат жазып отыр дейді оған. Мама, орысша жазады дейді. Мама, моя жена родила, келіннің босанды дейді. Моя жена родила. Молока не было у нее. Ну, у нас служанка есть. Ну, негритоска. Она его молоком кормила, ее и ребенок черным стал делать. Сосын мамасы басқа хат жазып жіберіпті. Балам, у меня 5 детей, у меня тоже молока не было. Я вас 5 всех коровьим молоком вырастила, но рога почему-то выросли только у тебя, деп. Көшіп барам мен бүгін ауылынан. Сол әнді қабыл алыңыздар. Сөзін жазған Ғабит Сапаров, 90-шы жылдардағы ауылдан қалаға көшкен қазақтардың құрметіне арналады. Көшіп барам мен бүгін ауылымнан, көшіп барам ағайын бауырымнан, көшіп барам қымызды қозғаладым мынау мені ботадан бостағаны. Ешқашан қартаймайтын, дастархан сонда ғой ортаймайтын, бәрібірмен қайта оралармын. Ағайындар, біздерді әрдайым еске алыңдар, туыстар, көршілер, жас кәрім бар, біз үшін би-билеп ән салыңдар, ән салыңдар. Көшіп барам, көшпеуге болар емес ауылыма, бақ құсы қонар емес түбінде мен, бәрібір ораларман бәйшешек боп, қырыңда жараларман. Ешқашан қартаймайтын, дастархан сонда ғой ортаймайтын, бәрібірмен қайта оралармын. Ағайындар, біздерді әрдайым еске алыңдар, туыстар, көршілер, жас кәрім бар, біз үшін би-билеп ән салыңдар, ән салыңдар.
кашан картаймайтын, дастархан соңда қой ортаймайтын, бәрібір мен қайта оралармын. Ағайындар, біздерді әрдайым еске алыңдар, облыста көршілер жас кәрің бар.